Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің жобамызда менің артымда тұрған Volkswagen транспортер машинасы. Көкеміз 5-6 ай болыпты, оталдырамай жатқанына машинасын моторын жинаған. Одан кейін оталдырамай жатыр екен. Соған көмекке келіп жатырмыз. Бұл Volkswagen транспортер машинасы 1.9 дизельный мотор. Соған көмекке келіп жатырмыз. Қолдан келгенше оталдырып беруге тырысамыз. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басып кетіңіздер. Каналымызға подписацияны басуды ұмытпаңыздар. Бірінші тоғы жағынан свеча накалдарын тексеріп жүру керек. Свеча накалдарын тексереміз қазір. Генератордан плюс аламыз. Так. Плюс алдым. Екінші проводта свеча накалдың басына тигізген кезде бақсайды. Жырқылдап тұрса, значит істеп тұр деген сөз. 2-3 істеп тұрды ғой. Мына да ше, жоқ е? 4-те бар. Бар ма? Онда біркі болса істемей тұр деген. Бірді көреміз қазір. Бір істемейді. Болды, бір жөмін ауыстырамыз қазір. Момент бұл. Так. Мына жерде екінші головка бар екен. Мынадан алу керек қой. 14 па? 12 нау. 12 или 13. Бірінші бұны осы жерден тексеріп жүрейік та. Осы жерден тексеріп жүрейік та, ананың бәрін шешпей ақ. Істеп тұр ма, істемей тұр ма. Мынаның накалы басқа екен. Мынаның свеча накалы басқа. Тура еще. Мейлі ғой, бірақ ұзындығы келіп қалып келіп деп ойлаймын. Қазір көреміз. Ана свеча накал. Бітейін да, алып жіберейін да. Қазір. Мына головкадегі свеча накал келмеді. Екеуі екі түрлі свеча накал екен. Қазір 3 свеча накалмен оталдыра береміз. Басып тұр ғой. Бассын шамал тұрсын. Айтам өзім, сатыр қос деп. Цепление басасын ғой, аха. Қатайды. Давай, қосшы. Давай. Ау? Жоқ. Мына аккумулятор алда айналдырамайды. Дәу аккумулятор саламыз ау. Дәуді қосайық та. От беріп жібер оған. Аккумулятор салған жоқсыңдар ма не? Дәу салайықшы. Дәу зарядқа қойдық. Бірақ кішкентай алмайды. Ой. Аккумулятор дұрыс болмай тұрған сияқты. Қазір аккумуляторын ауыстырып, үлкен аккумуляторды салып көреміз. Дұрыс айналдырмайдыр. Қостың ба? Қазір кішкентай емес, кәдімгі басы. Қос шақа. Қос. Давай, бисмилля. Қаштама, он басып отыр. Аккумулятор слабый болып тұр. Қушы? Дәу саламыз ау. Аккумулятор слабый. Қостың ба накал? Айтам өзім. Давай. Болды. Стартер дұрыс емес. Бұлардың стартерінің астында. Турбинаның арт жағында екен. Астыңғы жағында тұр. Стартер оң-қоңық деп айналып тұр. Осы стартерден дұрыс болмай тұр. Стартерді көріп жүреміз. Ауасын шығарып жүрейік. Стартер заң болды ма? Айналым жақсы. Айналымы жақсы. Volkswagen Күрзовой Ауdiдің моторын салған, дизельный.
айналып тұрған осыларды. Мінекей. Десеге накал қоспай қой просто Инстаграмда Саяр шықсын қойып. Нұрек дейтін жігіт шақырып көрсетіп жатыр, оталмай жатыр екен. Оппа. Давай, көрші қане. Тексеріп жатыр. Сәл әркілерін келтіріп жатыр. Мына көрдейсің сен. Yok ya değil. Ұрып тұрмасыларға? Lan çıktı. Ұрып тұр. Тоқ. Значит, тоғда бәрі кеп тұр ғой. Давай. Накал қос. А? Десеге накал қос. Сцепление басып отыр десеге. Накалды өшіргеннен кейін барып стартер қосасың ғой десеге. Бола ма? Давай, көрші. Крадыр. Давай. Қос. Болды. Ана ақматады тұсылайын ба дәуді? Sonra aynalı tuttu. Хабары бар шамал. Bakın adı емес, Aziz емес. Kuş пайда болды. Айналымнан белгі тұттым. Бағана статор ұламады ғой Үш бағана. механик жігіт. Екеуін салсаң қазір вообще айналайын тұр ғой. Үш жігіт жүргеннен кейін. Мына жақта бар екен ғой, себетін. Көреді қалады. Шайқап жүрші. Бас! Турбинада маят жүрді. Yok bak koza versem al. Ана Сал сонда бұлар. Tövbe. Siz kişide şey yürüyoruz mu tabi? Жоқ себемін. Давай. Бол, десеге. Сәләкі бармай тұр маған. Не болды? От алмай тұрған себебі мына жерде зажиганиесі дұрыс болмай тұр екен. Мына жерде бірінші цилиндрді жоғарыға келтірдік. Мына метканы өзіміз қойдық қолдан. Сіздерге көрініп тұр ма? Мына жерге меткі қойдық. Сосын распредвалғадан мына жерден өзіміз қолдан меткі қойдық. Осы кезде жоғары қарап тұр. Сосын аппараттікі міне мына жақта 11 головка ұзын, мойны ұзын головка. 11 мойны ұзын головканы мына жерге салсаңызда, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 тесік болады өзінің. Содан бөлек кішкентай тесігі бар. Сол мына жерге былайынан кірген кезде мына жағында сол тесікке ровно келеді артында. Осы аппараттың меткісі. Осыны зажиганиесіне абай болу керек. Осы меткісі негізгісі. Осымен от алдырамыз енді құда қаласа. Не? Зажиганиесін бәрін қойып қойдық. 1.9 дизель Volkswagen. Мынау бір американецтердің машиналары сияқты. Қане? Мылтық, от алдыр. Жұмыс бітпейді. Давай балам қотта. Қане? Накалым бас. Бас қане? Жазбашы. От алды.
қатты бермей жеймейін. Секе, Газ бермей. Дизиге бір отал. Өзің ұстасай газ. Газды өзің бересің ғой. мінеке Мен айтесімші. Ауди моторы дизель салған. Соны оталдыра алмай жатырық бағанадан бері. Қыстан бері оталдырмаған екен енді. Алдырамаған. Оталдырайын деп жатыр. Что-то оборот қайтпай тұр что-то. Трос. Сен қозғап Тросты тартсадыңдар сендер ше. Жоқ. Мынаны шиқырам. бағана сәкен Мына кішкентай босатқан мен. иә бағана тартқан сөз. Мынаны неге? Ой, ана кептетіп қалып тұр ғой қайта. О, Сәкеңнің істеген жерін жаңа шұқылап жібереді қазір. Оборот орнына келеді. Норик дейтін бауырымыз мынау. Инстаграмнан шақырып алып шақырып алған көршіміз десей. Қайтесің? Дүйсен дейтін ағамыз шақырып алып сол көрсетіп жатыр. Иә. Давай өшіп көрейік. Көрейін ба? Иә, сосын жайып қайта. Бағана бензинді көріп еді, газ бензинді, енді дизельді көріп жатыр. Вообще болмай қалды ғой. Кішкентай еткеннен кейін анау басылды қайта. Самал қайта. Шықылмау керек қой. Ақал қыстан бері тұрған десей. Дұрыс қой, оборотын бағана шұқылап жіберген. Газдың тягісін соны үргілікке келтіріп жатыр. Мінеке әдемі бәрі сыңқылдап жұмыс істейтін болады, Алла бұйыртса аманшылық болса. Қыстың не? Күзден бері Дүйсеке екеуміз әуірлеп кеткен жоқпыз алдында. Ал көл енді. Иә. Шүкір. Алла бұйыртса аманшылық болса орнына келеді. Қайтарады. Иә, трос тартып салғансыңдар ғой. Трос тартылып қалған негізі. Тростың ана тиіп тұрған жоқ болса. Нұрбірен Қане, көріп көрші жатыр. енді оталды ше. Ал тросты ағытып тастадық. Далды. Дизиге ырзасыз ба, Дизиге? Тамаша. Ана нетке сіплен басқан жоқпын. Сондай ғой. Дүйсеке бірдеңе деп жіберсейші енді. Дегенде білмеймін жаман. Күзден бері Башаған қатын көр. Сөйтіп мынау қазағымызға қолқабысын тигізіп жүре бер. Абыройлы бол. Денсаулығың мықты болсын главное. Әумин. Қыстай бері тұрған машина ғой. Нұрбірен деген. Сәкеңде бауырым келіп бұл да көріп азынан бері. Сол Нурик бауырымыз келіп қоттадым дауысын шығарып. Молодец. Стартерді айтпадың ба дейсің? Стартер еще стартер кетіп қалды. Стартерін де жинап берді. Стартер несі? Бәле болды. Стартерін де жинап берді. Молодец. Не айтайын бұл. Осындай қазақтың жігіттері көбейе берсін да. Бұл керек жігіт. Статордың егесі мынау. Болған ше бит. Оталдырып бәрін болып едік. Бір проблема оталмай жатыр еді. Енді оталғаннан кейін мына жерден сафоннан май ағып тұр. Қазір енді мен ойлап тұрмын, мынаның шубы май өлшейтін шуб өзінікі емес та. Қазір шубтан көрсетіп жіберейін сіздерге. Шубтан мына жерде белгілеп сызып қойған. Осы көп болып кетіп тұрған сияқты. Өйткені мотор жатып жұмыс істейді. Мына жерде ешқандай не жоқ, газ жоқ, бірақ май. Мен ойлап тұрмын, коленвал мотор қазір былайынан жатыр ғой. Коленвалдың несі, грузиласы сол майға батып тұр да. Сол шашып тұрған сияқты, бұл айналған кезде. Сол шашып, мына жерде майды шығарып жүріп тұрған сияқты. Давлениемен қаттырақ айдап ше. Басқа моторда ондай ақау көріп тұрған жоқ, ешқандай түтін жоқ. Оталған кезде
түтін шығып тұрған жоқ. Қазір кішкене майын азайтып көреміз. Негізі бұған точно неше литр май кететінін білмеймін. 5 литрден артықтау май құйып жүрген негізі. 6 литрге жақын май құйған ба? Қазір көреміз, тексеріп жатырмыз. Мынаны жаңа майын азайттық. 1 литрдей майды картерден төгіп алдық. Қазір көреміз енді қалай болып тұрғанын. Кеше мынаған дейін моторды алған кезде, осыған дейін май шашқан ғой, оталдырған кезде. Қане, оталдыр жүріңіз. Ешқандай май шаштырған жоқ. Глушительден ешқандай түтін шығып тұрған жоқ. Тамаққа жұмыс жасап тұр. Оборотын кішкене көтеру керек. Малый оборот. Генераторын тексеріп жатырмыз қазір. Әне, оталдырыңызшы. 12-де газ басқашы. Қалай сапа, амансыз ба? Қалай апа, амансыз ба, бересіз ба? Генераторын зарядка беріп тұр. Беріп тұр, иә. Ал, не дейміз, Нурик, інім ау. Рахмет. Қолың дерт көрмес, бала-шаң рақатын көр. Мынау біздің қазағымызға, елімізге тіршілігінде көмегін бере бер. Біз сияқты жігіттерге қыстай тұрған машина еді. Нурик інім кеп көмегін беріп жатыр, рахмет. Мылтық қасында саған бергендер. Мына қоттап дауысын шығарып, рахметімізді алып, осылай алғыс алып алттан жүре бер. Иә, ешқашан ауырмайды, қолың дерт көрмесін. Техникаға жақын болған жігіттер өзі жақсы ғой ол техникаға. Қолдан келмегеннен кейін Нурик інімізге жағдай айттық, келе қойды, молодец. Сол енді тірлікке, елікке пайдаланамыз машина. Сол ағайын. Хабарласыңыздар Нурикпен, Нурик інімменен. Сол не айтам, рахметтен басқа айтарымыз жоқ, қолың дерт көрмесін. Әумин. Саған берген. Қарындасым екеуің бақытты ғұмырлы, үбірлі шүбірлі, немерек шөпшек сүйіңдер, Құдай қаласа. Еш жамандық көрмеңдер. Халықтың алғысын арқылап жүре беріңдер. Сол менің айтатын тілегім. Рахмет, көп рахмет.